Атмосфераның қасиеттері, атмосфера құрылымы. Көккөзова Фарида Ерланқызы, 2-ші курс магистранты, 1-ші топ. Мақсаты: атмосфераның құрылымы мен жалпы қасиеттері туралы біледі. Атмосфераның қасиеттері оның адамға маңыздылығын түсінеді. Жердің ауа қабығы, атмосфера, ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе жайлы білімдерін тапсырмаларды орындауда қолданады. Тапсырмаларды орындай отырып, атмосфера бүкіл әлемнің тіршілік тынысы жайлы өз ойларын ортаға салып талдайды. Атмосфераның басқа сфералардан айырмашылығына синтез жасайды. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера жайлы алған мәліметтерді талдап, өзіндік ой қорытып бағалайды, рефлексия жасайды. Қажетті құралдар: компьютер, интерактивті тақта, ақпарақ, түрлі түсті фломастер. Бағдарламалық қамтамасыздандыру: Microsoft PowerPoint, SlideMania.com сайтының интерактивті тапсырмалары. Негізгі кілт сөздер: атмосфера, ауа қабығы, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Атмосфера қасиеттері, атмосфера құрылымы. Әдістер: стикердегі диалог әдісі, дөңгелекті айналдыр, ақиқат жалған ойыны. Әр орындалған тапсырмаға тапсырманы орындап болғаннан кейін критерийге сәйкес балл қойылады. Ұйымдастыру сәті: 3 минут. Стикердегі диалог әдісі, үй тапсырмасын сұрау 10 минут. Дөңгелекті айналдыр әдісі арқылы сұрақтарға жауап алу 8 минут. Топпен жұмыс: әр топқа тапсырма беру. Бейне жазба мазмұны бойынша берілген тақырыпқа топтық жұмысты қорғау 16 минут. Ақиқат жалған ойыны арқылы сабақты пысықтау 6 минут. Рефлексия пирамидасы арқылы сабақты қорытындылау 3 минут. Бағалау: өзін-өзі бағалау, топтық бағалау қорытындылары 4 минут. Стикердегі диалог әдісі, үй тапсырмасын сұрау. Студенттер стикер түсіне қарай топқа бөлініп, стикерлердегі сұрақтарды оқып, үй тапсырмасы бойынша білімдерін ортаға салып, өз ойларын айтады. Стикердегі диалог әдісі бойынша топтық бағалау парағы. Сұраққа тақырып бойынша толық жауап беру 10 балл, өмірмен байланыстылығы 3 балл, берілген уақытты тиімді пайдалану 2 балл, топ мүшелерінің белсенділігі 3 балл, топ мүшелерінің топқа қосқан үлесі 2 балл, топ мүшелерінің сұрақтарға жауап беруде толық қатысуы, бірінің ойын бірі толықтыруы 5 балл. Жалпы қорытынды балл 25 балл. Дөңгелекті айналдыр әдісі арқылы сұрақтарға жауап алу. Тапсырмада барлығы 10 сұрақ беріледі. Дөңгелекті айландырған кезде қай сұрақ таңдалады, сол сұраққа жауап беру керек. 10-ші сұрақ: атмосфера қандай қабық? Келесі сұрақ. Бірінші сұрақ: атмосфера қабаттарын ата. Келесі сұрақ. 6-шы сұрақ: атмосфераның 50-80 км биіктіктегі ортаңғы қабаты. Төртінші сұрақ: тропосферада қандай құбылыстар орын алып отырады? Үшінші сұрақ: биіктеген сайын ауаның физикалық қасиеттері, температурасы, тығыздығы, қысымында қандай өзгерістер болады? Жаңа тақырып бойынша ой қозғау сұрақтарының дұрыс жауаптары. Топпен жұмыс: бейне жазба мазмұнына берілген тақырып бойынша топтық жұмысты қорғау 16 минут. Атмосфера қасиеттері, оның адамға әсері, атмосфераның құрамы және маңызы, атмосфера қабаттары, атмосфераның құрылымы. Жаңа тақырып бойынша топпен жұмыстың бағалау парағы. Берілген тапсырма бойынша ғылыми маңызды мәліметтерді толық қамту 15 балл, ортада өзін дұрыс ұстап ойын толық жеткізу 5 балл, өмірмен байланыстылығы 3 балл, берілген уақытты тиімді пайдалану 2 балл, топ мүшелерінің белсенділігі 3 балл, топ мүшелерінің топқа қосқан үлесі 2 балл, топ мүшелерінің сұрақтарға жауап беруде толық қатысуы, бірінің ойын бірі толықтыруы 5 балл, қорытынды балл 35 балл. Ақиқат жалған ойыны арқылы сабақты пысықтау. Бірінші сұрақ: атмосфераның маңызды қасиеттеріне оның жылдам араласуы мен үлкен арақашықтыққа орын ауыстыруы, басқа сфералармен, әсіресе мұхитпен байланысы жатады. Бұл сұрақтың жауабы ақиқат. Екінші сұрақ: атмосферадағы қосылыстардың басым бөлігін өсімдіктер сіңіреді. Бұл сұрақтың жауабы ақиқат. Үшінші сұрақ: жылдам араласқыш қасиеті мен оның ластануды таратуы, сонымен қатар ластануды ғаламдық ластануға айналдырушы фактор болып табылады. Бұл сұрақтың жауабы ақиқат. Төртінші сұрақ: шамамен 100 км-ге дейінгі биіктік аралығында ауа құрамы мынадай газдардан: азот 21%, оттек 78%, инертті газдар 1%-ға жуық. Бұл сұрақтың жауабы жалған.
Шамамен 100 километрге дейінгі биіктік аралығында ауа құрамы мынадай газдардан: азот 78%, оттек 21%, инертті газдар 1%-ға жуық. Тапсырманы орындау барысында барлығы 10 сұрақ беріледі. Әр дұрыс орындалған жауап 2 балдан есептелінеді. Сіз үйренген 4 нәрсе, сіз бұған дейін білген 3 нәрсе, сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, есте сақтау керек маңызды 1 нәрсе. Рефлексия пирамидасынан тиістісін таңдап, ауызша өз ойын білдіреді. Бағалау, сабақты қорытындылау, сабақ үстіндегі іс-әрекеттерін бағалау, бағалау парағы бойынша жиналған ұпайларға тоқталу, белсенді қатысқан студенттер мен топтарды атап өту, жасалған жұмыстарға талдаулар мен түзетулер ұсыну.